Су құбыры маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысымен Шымкент қаласында мердігер мекемелер су және кәріз желілерінің тозған бөліктерін ауыстырып, қайта құру жұмыстарын жүргізуде. Желілерді ауыстыру ықтимал апаттылығы жоғары жерлерде және коммуникация жүйелері пайдалану мерзімі белгіленгеннен асып кеткен орындарда қолға алынған. Қазыбек би көшесіндегі ескі шойын құбырларды мердігер мекеме Отау-строй проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңа полиэтиленді құбырларға алмастырып жатыр. Диаметрі 160 мм орталық су құбырының ұзындығы 720 метрді құрайды. Жоба құны 37 миллион теңге. Центральный главный құбыр 160 болады. Бұл жерде 5-6 көше бар. Каждый көшеге әртүрлі көлемдегі құбырлар ауысады. 100-лік, 50-лік, 40-лік деген сияқты. Каждый уличный водомердің қасына дейін солар ауысады. Бұл құбырлар енді шыдамды, иә? Бұл құбырлар 40-50 жылға кепілдігі бар, сапалы құбырлар. Бұл жерде каждый жер қазылмайды, тек қана колодец құбыр болатын жер, жалғанатын жерлер ғана қазылар. Астын бұл жерде 9 құдық бар. Қайта құру жұмыстары маусым айында басталған, тамыз айының басында аяқталады. Қайта құру жұмыстары су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы аясында жүргізілуде. Желілерді жаңарту, қайта құру, жөндеу барысы қоғам белсенділері мен кәсіпорын жауаптыларының назарында. Қазыбек би көшесіндегі құбырларды алмастыру, қазылған орындарды қалпына келтіру жұмысын қаладағы тариф саясаты мәселесі жөніндегі кеңестің аймақтық комиссия өкілі қоғам белсендісі Бақтияр Аталықов арнайы барып көрді. Кәсіпорынның инвестициялық бағдарламасының іске асырылуына оң бағасын беріп, қолдайтынын білдірді.